Кино қоғамның айнасы ғана емес, санасын түзуші. Гадарша айтсақ, мәдени ықпалдың ең мықты қаруы. Көп уақыт бойы кино ер адамдар үшін ерлердің көзімен ерлер ғана түсіріп келген өнер болды. Сондықтан кино әйел затын объектіге айналдырды, және бұл қоғамдағы әйелге деген көзқарасқа ықпал етті. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы әйел бейнесі туралы айтамыз. Бала кезімізден көріп өскен фильмдердің басым бөлігі ер адамдар туралы. Әйелдерге бұйыратыны олардың ғашығы, жары, анасы сияқты рөлдермен шектеліп келді. Мұндай әйелдердің сюжеттегі қызметі болмашы, мінез-құлқы эскиз күйінде қалды. Әйелді ескермеуімен, экранда екінші планға ысыруымен түп санамызға ер адам әйелге қарағанда маңызды деген алалаушы көзқарас сіңді. Мұның бәрін зерттеушілер 1970 жылдары дәлелдеп, шегелеп берді. Феминист кино мәселесі сол 70 жылдардағы батыс елдеріндегі әсіресе феминист қозғалыстардың нәтижесінде психоанализдің, жаңағы семиологияның, семиотиканың әсерінен туындаған жаңағы көзқарас ол жерде жаңағы кино өнерінде және жалпы өнерде, романда болсын, бейнелеу өнерінде болсын, әйелдің бейнесін, әйелдің репрезентациясының қандай екендігі зерттеле бастайды. Нәтижесінде өте үлкен олқы жағдайларды көреді. Әйелдер жаңағы жыныстық тұрғыдан объективизацияланады, немесе тек қана бір тауар ретінде қарастырылып, немесе белгілі бір нәрсе ретінде жаңағы қарастырылып бейнеленбегені мәлім болады. Нәтижесінде көптеген жаңағы ойшылдар осы феминист теорияны қалыптастырды, феминист сынды қалыптастырды. Соның ішінде киноға байланысты сындар да қалыптасты. Қарау визуалдық қана емес, саяси және әлеуметтік әрекет дейді Стюарт Холл. Камера тасасындағы адамда үстемдік бар. Кино ер адам көзімен түсірілгендіктен көрермен өзін ер адаммен шендестіреді. Қарау сұқтануға, әйел нысанаға айналады. Британ теоретигі Лаура Малви male gaze, яғни ер назары не ер көзқарасы киногерден көрерменге беріледі деген ой айтты. 20 жылдардан ақ ер қараушы, әйел қаралушыға айналғанын көреміз. Nothing ever worries me, no one ever hurries me. Әйелдер фильм сюжет үшін орынсыз болса да ән салып би-билейтін, жұмсақ жарық, көз жауын алатын костюмдер, камераның мысық табандаған қозғалысы әйелді маған қараңдар деген көз құртына айналдырды. Әйелдер сұлу да нәзік болып бейнеленді. Олардың әлсіздігіне басымдық берілді. Әйел затын шешіндіру, оған ер көзімен бағалай қарау әлі күнге масс-медианы жаулап келе жатқан үрдістер. Мұндай кейіптеу әйел алдымен сыртқы келбетімен және ер адамға ұнай алуымен бағалы деген жалған түсінік қалыптастырады. Әйелді тағдыр иесі тұлға емес, жігерсіз нысанға айналдырады. Режиссерлардың көбі ер адамдар, олардың 99% өздерінің көзқарасымен қарайды. Сондықтан да кез келген жаңағы объектідегі кадрдағы әйел бейнесі ол ер адамның тұрғысынан беріледі. Сексуалды дейді ғой, сондай тұрғыдан көрсетеді. Әйелдер денесін қолданады. Әсіресе Лаура Малвидің еңбегіндегі еркек назары деп аударамын мен, жаңағы male gaze деген нәрсе бар. Расында да жаңағы фильмдердегі әйелдерді қараған кезде біз ол әйелді жаңағы бір тұтас бір тұлға ретінде емес, оған бір жаңағы жыныстық объект ретінде қарай бастаймыз. Оны не істейді екен бұл, қалай мынау проблемадан шығады екен деп бір сығалақтай отырып қараймыз. Әрине 70 жылдардағы бұл өте үлкен сын кино әлеміне және тағы да басқа өнер түрлеріне қатты әсер етті. Нәтижесінде, мысал үшін, 80-ші жылдардың соңынан бастап
мынау терминейтор 1, 2, 3, 4-те алғаш рет жаңағы өте батыл, өте күшті әйел образдары туындай бастады. Мысалы үшін Сара Коннор. Былай қарасақ, негізінде терминейторда өте жаңағы еркек мінезді, жаңағы маскулин мінезді дәлірек айтатын болсақ, маскулин әлемді көрсететін бір фильм десек те, бұның өзінде тіпті жаңағы Сара Коннорды бір қайсар әйел ретінде көрсету, бүткіл әлемді құтқаратын ана ретінде көрсетуі өте, қалай деп айтсам болады, назарға алынуы тиіс жайт деп ойлаймын. Одан кейін батыс әлемінде әсіресе мынау әйел образы өзгере бастайды. Қайсар әйел образы, батыр әйел образы, тұлға әйел образы. Киноны түсіру мен көрудің сипаты сығалауға жақын. Сығалау емдену, тұтыну, өзгеге үстемдік етуге деген ұмтылыстан туады дейді Мишель Фуко. Көзқарасыңа көзқараспен жауап бере алмайтын адамды аңду, сығалау оның өміріне қол сұғумен тең. Әсіресе авторлық ұл баланың ер жетуі жайлы фильмдер скапофилия немесе сығалауды жиі және қалыпты жағдай ретінде көрсетеді. Бұл әйелді қиял объектісіне айналдырып қана қоймайды, оның жеке өміріне қол сұғуға рұқсат береді. Шын мәнінде қандай сылтаумен болсын біреуді аңду, сығалау әдепке де заңға да қайшы. Мәселен, Рүстем Әбдіраштың «Қаладан келген қыз» фильміндегі балалар қыр басына шығып суретке түскен бойжеткенді аңдиды. Сатыбалды Нарымбетовтың «Көзімнің қарасы» фильміндегі Ескеннің мұғалім не шомылған қыздарды аңдитыны балаң бейгүнә әрекет ретінде көрсетілген. Талғат Семеновтың «Қызғыш құс» фильміндегі Санжардың жуынатын қыздарға сығалауда қалыпты әрекет сияқты көрсетілген. Алайда бойжеткендер позициясынан қарасақ, мұндай жағдай қыз баланы қорлайтын әрекет, ал ондай сезімдер тудыратын әрекетті норма ретінде насихаттау қауіпті. Қазақ киносындағы әйел бейнесі әлемдік киноның ауылынан ұзаған жоқ. Әсіресе кеңестік кино қазақ әйеліне теңдік әпердік деп жар салғанымен, шын мәнінде коммунистік патриархат дәстүрлі патриархаттың орнын басты. Әйелдер экономикаға араласып, еңбегі қаналғанымен, олардың репродуктивтік және отбасы аясындағы міндеттері жеңілдемеді. Солайша әйелдер экономикалық, репродуктивтік және әлеуметтік ресурс болып қала берді. Ботагөз, Дала қызы, Қыз жігіт сияқты фильмдер кеңестік жүйенің өнімдері еді. Мұндағы әйелдер жасанды, ұраншыл кейіпкерлер болатын. Ал соғыстан кейінгі кеңес киносы әйелді отан бейнесінің символына айналдырды. Бұл әйел затын көтермелеу болып көрінгенімен, астарында оны тұғырға қойып, аяқ қолын матау, еркіндігін шектеу жатты. Ана мен әйелдің кемшілігі кешірілмеді, оған адам ретінде қарап, психологиясына, мінез-құлқына үңілуден гөрі мемлекеттің символы бола алатын идеал ананы сұлбалады. Кеңес кезіндегі архетиптер, олар жаңағы қолына ұран ұстаған әйел бейнесі де, ол жерде олар ешқандай бір ішкі дүниесіне, әйелдің ішкі дүниесіне үңілмейді режиссерлар. Тек қана әйелдің сырт бейнесін ғана көрсетеді. Одан кейін 80 жылдары осы жаңа толқын енді пайда болған кезде әйелдер бейнесі мүлде жоғалып кетті. Бір екінші планға шығып кетті де, жеңіл жүретін сондай әйелдер бейнесі пайда болды. Сол бейне, сол архетип әлі күнге дейін сақталып келе жатқан сияқты. Жыныстық алалау мен стереотиптер әйел затының ғана емес, еркіндікке, теңдікке, адамгершілікке ұмтылған күллі қоғамның мәселесі. Стереотиптер дүниенің алуан түрлілігін көруге кедергі. Олар адамды танымай жатып оның жасына, жынысына, нәсіліне, не ұлтына қарап баға беруге құштар келеді. Ал киноның әсіресе күлдірем деп бүлдіретін комедиялардың осындай стереотиптерге жиі жүгінетіні өкінішті. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной. Чем от тебя пахнет? Чем? Это духи. Женские.
Қазақстандық комедияларда әйелге қатысты әжуалардың қайталай өндірілуі ең алдымен сценаристер мен режиссерлер санасындағы стереотиптердің көрінісі болса керек. Ты что, решил бросить меня в самый важный момент жизни? Скотина! А успею, не переживай. Ты проиграл. Привет, Жанна! Да пошли вы! Мысалы, иррационалды, эмоционалды әйел қазақ комедиясының тұрақты кейіпкері. Әзіл қалжың да сол мінездің айналасында өрбиді. Кинода әйелді шашы ұзын ақылы қысқа, долыда жылауық деп кейіптеу өмірдегі әйелдің пікірі мен уайымын елемеуге жетелейді. Сексизм дегеніміз бұл жаңағы әйелді немесе еркекті жаңағы жыныстық гендерлік ерекшеліктеріне қарай бағалау, сондықтан да жаңағы және қоғамда қалыптасып қалған осы екі жынысқа байланысты қоғамда қалыптасып қалған көзқарастарды қайтадан өндіру. Мысалы үшін жаңағы біздің қоғамда әйел деген сұлу болу керек деген сияқты бір көзқарас бар. Сұлулық негізінде өте салыстырмалы ұғым, менің сұлу дегенім сіз үшін сұлу болмауы мүмкін. Бірақ соны біле тұра біз бәрібір жаңағы әйелден қалайтын нәрсеміз сұлулық. Ал ер адам дегеніміз ақылды болу керек деген сияқты көзқарас бар. Ақыл да негізінде өте, қалай деп айтсам болады, салыстырмалы бір ұғым. Бірақ десек те біз жаңағы ақыл деген феноменді әйелге емес, еркекке теліп, сұлулық деген феноменді жаңағы екеуіне де емес, жаңағы әйелге ғана телуіміз. Бұл негізінде сексизмнің көрсеткіштері. Кинода әйелді екінші кезекке ысыра берсе, бұл қоғамдағы алалаудың көрінісі ғана емес, бұл жағдай әбестік емес екен деген ой түзеді. Әйел пікірі шолақ, қашанда ер адамдардың ақылына арқа сүйеді деген стереотипте бір қарағандағы зиянсыз комедиялар арқылы там-тұмдап сіңіріліп келеді. Музыканың ұлылығы әр жанрда бірдей. Кешіріңіздер, сіз қалай ойлайсыз? Мен музыка сырын түсіне бермеймін. Бірақ сіздің айтқаныңызға қосыламын, Ниязеке. Шәкен Аймановтың «Ән шақырады» фильміде кей әйелдің мықтылығын мойындай тұра, олардың әйел болғандықтан биік мақсаттан бас тартуы орынды деген түсінікті алға тартқандай. Знаешь, у меня самой мужской характер. Иди. В детстве я сама росла яркек шара. Если бы я родилась мужчиной, я была бы министром. Это точно. Ну вот, только Бог обидел в это время. Заманауи қазақ киносы да әйел затын алалаушы тұжырымдарға толы. Қатын бастаған көш оңбайды дейді, білесің бе? Не понял. А соны мен де не понял. Келінде адам баласы фильмі құдаласуға сауда ретінде қарап, қызды тауарға айналдырады. Уважаемые құдалар, я хочу представить вам новинку этого свадебного сезона, сделанную в эксклюзивном, единственном экземпляре для вашей семьи. Ғасырлар бойы еркекке жүрек, әйелге тірек керек. Яғни ер болмысынан жүректі, әйел әлсіз деген түсінік сіңірілді. Бұл әйелді басқару үшін, оның ойын тыңдамау, пікірін ескермеу үшін қолайлы болды. Ал мықты әйелдер жалмауыз, мыстан сияқты көптен көп жағымсыз кейіпте бейнеленді. Экрандағы әйелдің мықтылығы оның зымияндығының дәлелінде қабылданады. Ол міндетті түрде негативті сипатта көрінбек. Хотя бы кинода фильміндегі Гүлназ Жоланованың кейіпкері соның бір мысалы. Он сейчас в Актау, да? Да, не. Тау. Точный адрес. Қазақ киносында мықты әйел сазайын тартпауы сирек жағдай. Дәстүрлі гендер рөлдерін бұзып, тым еркінне шолжаң әрекет еткен әйелдер лайым жазаланып жатады. Знаешь что, дорогой, что есть, то есть. Телефон отдай. Отдай телефон, говорю. Что? На, ныряй! Не оставляй меня.
Әйел бейнесі кинода көп жағдайда отбасылық рөлдерге байлаулы, ал ер бейнесі қоғамдық кеңістікте көрсетіледі. Бұл әйелдің орны отбасы ошақ қасы деген ойды нығарлайды. Экранда саясаткер, қызметкер, қайраткер, ғалым әйелден гөрі қыз, келін, ана, жар образын көбірек көресіз. Отбасы аясындағы әйел бағынышты архетиптік ұрпақ жалғастырушы ретінде көрінбек. Грета Гервиг сияқты режиссерлер әйел жанына үңілген фильмдермен соған қарсы уәж айтады. У нас женщин свои мысли и свои чувства. У нас есть сердца. И есть честолюбие и таланты, не меньше, чем у мужчин. Но почему-то у нас нет выбора. И считается, что женщина только для любви существует. Я бешусь от этого. Әйел жанын риясыз зерделегенде ғана өмірдегі сияқты әртүрлі әйелдер образы дүниеге келмек. Қазақ экранында әйел әрқашан және тек қана пассив болмаған. Мысалы, «Жол түйісі» фильмінде Фарида Шәріпова сомдаған Ғалия Исмаилова мейірімді заңнан, адамгершілікті тәртіптен, әділдікті сезімнен жоғары қоятын принципшіл маман. Осы кейіпкерлердің жалғасы іспетті Шәрипа Оразбаеваның «Қызыланар» фильмі моральдық жағынан биік, парасатты, әділ, принципшіл кейіпкерді бейнеледі. Ол шындық пен әділдік үшін күресуге даяр. Адамға үміт, қоғамға қаһарман керек. Күні бүгінге дейін қаһармандардың көбі ер азаматтар болды. Ал Джинджер Роджерс әйелдер ерлер жасай алатын шаруаның бәрін биік өкше киіп жүріп ақ атқарады дейді. Бұрын ер адамдар әлемі болған экшн фильмдерде бүгінде әйелдер де орын тауып әлемді құтқаруда. Әйел әлсіз, пассив деген түсінікті бұзуда олардың ықпалы зор. Супергерой фильмдерінде әйелдер физикалық күшті, атлет, соғыстың сан қырын ерген сарбаз болуы да мүмкін. Бұл бағытта Квентин Тарантиноның «Биллді өлтіру» фильмінің ықпалы ерекше. Мұндағы Ума Турманның кейіпкері кек алу жолында ештеңеден тайсалмайтын батыл жауынгер. Ашығу ойыны фильміндегі Кэтнис Эвердин батырлық пен принципшілдік, мейірім мен әділдік сияқты адами құндылықтарды бойына жиды. Қазақ экранында эпикалық батыр ретінде Томирис атқа қонды. Ол әйел адамның ел бастайтын көсемде, қол бастайтын жауынгерде болуы мүмкіндігін айғақтады. Алайда фильм авторлары оның ана, жар болуға көбірек күш салғанына екпін қояды. Своего первенца Томирис Эргун назвали Спаргапом. Дүние бір орында тұрмайды. Қазақ киносы да әйелге деген көзқарасын қайта қарап, сараптан өткізуде. Қазіргі кезде әйелдер аудиториясының мәселесін көтеруге тырысамыз. Мен ер адам болғандықтан өз ойым, психологиям бар. Демек қалай көремін, солай түсіремін. Әйел көзқарасымен түсіре алмаймын. Бірақ әйел көзқарасын түсінуге күш салып, сол тарапта жұмыс істеп жатырмын. Қазір әлемде феминизм тақырыбы өзекті. Сондықтан әйелдер аудиториясын қолдап, олардың мәселесін көтеру керек. Өмір бойы еркектер жайлы айтып, солардың мәселесін қозғадық. Көрермен де жалыққан шығар. Жаңа дүние керек. Әділхан Ержановтың ұл болсыны патриархалдық қоғамның құрығынан сіңлісін құтқарады. Ол белсенді, табысты әйел. Бірақ сіңлісін бұғаулы тағдырдан босату үшін бірнеше ер адамның көмегіне жүгінеді. Алайда айналып келгенде өзі жалғыз қалып, сіңлісін өз қолымен босатуға тиіс. Камераның алдында ғана емес, тасасында да әйелдер аз. Егер кино әлемге қарайтын көз болса, ол көп уақыт ер адамның көзі болып келді. Қоғамда теңдік орнау үшін экранда теңдік орнау үшін камера ұстаушылар қатарында да әйелдер саны артуға тиіс. Бізде Лариғат Налина деген алғашқы осы орталық Азиядағы әйел режиссер болған, және Довженконың өзі оны мойындаған, және Канн фестиваліне барған ең алғашқы қазақ әйел режиссері болған. Одан кейін де біздің қазақ киносында әйел режиссерлар болды, мысалы Ася Сүлеева, Айхан Чатаева, бірақ олардың фильмдері бір көлеңкеде қалып қалды. Мен мысалы өзімнің докторлық диссертациямды қорғадым осы әйел тақырыбында. Сонда қазақ
киносы жайындағы кітаптарды қарап шықтым. Ол жерде әйел режиссерлар жайлы ешқандай бір мағлұмат жоқ. Тіпті фильмнің аты жазылмаған. Мысалы, жаңа толқын туралы көп кітаптар жазылған, көптеген олардың тіпті қараусыз қалған фильмдері де кітаптарға енген, ал бірақ әйел режиссерлардың фильмдері мүлде бір сөйлемде жазылмаған. Әйел киногерлердің фильмдерінде әйел бейнесі күрделеніп, өзіндік психологиясы еркі мен жігер бар кейіпкерлер ретінде көріне бастады. Айталық, шотланд режиссері Лин Рэмсидің «Біз Кевин туралы сөйлесуіміз керек» фильмі жазушы Ева мен оның ұлы Кевиннің арасындағы күрделі қарым-қатынас жайлы. Мұнда қарға баласын әппағым дейді дейтін жаттанды түсінікке қайшы, режиссер Еваның ұлымен күрделі қарым-қатынасына боямасыз үңіледі. Алайда әйел киногерлердің фильмдері міндетті түрде феминистік фильм болады деу қателік. Лин Рэмсидің тырнақ алдысы егеуқұйрық аулаушы бала Джеймстің жан дүниесіне үңілу, абайсызда жасаған қылмыс пен сол үшін арқалаған күнә туралы болса, «Сен ол жерде болған жоқсың» фильмі Хоакин Феникс сомдаған ер кейіпкердің рухани әлеміне сапар. Қазақстандық режиссер Жанна Исабаева түсірген фильмдер әйел тағдырын қаузағанмен көбіне әйелді құрбан рөліне көгендеп қойып жатады. Қазақ киносындағы феминистік айқай ретінде Баян Есентаева продюсерлігімен түсірілген «Бақыт» фильмін атауға болады. Оның сценаристі Әсем Жәпішева, ал режиссері Асқар Ұзабаев. Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесіне назар аудартуға ұмтылатын туындыда кейіпкер қатыгездікке қатыгездікпен жауап береді. Әйел кек қайтарады, бірақ соның салдары мойнына жүк. Сондықтан да фильм интерпретацияға ашық. «Бақыт» фильмінде әйел бейнесін көрсетеді, бірақ бұл жерде де бұл фильм шок ради шока дейді ғой, сондай фильм сияқты болып шыққан. Менің жеке пікірім. Өйткені ол жерде жаңағы әйел бейнесін өздерінің бір қандай да бір ашуын немесе бір қандай да қоғамға деген жаңағы өздерінің ер адамдардың өздерінің айталмай жүрген реніштерін осы әйел бейнесі арқылы қолданды ма деп есептеймін. Экранда теңдік орнағанын шын мәнінде қаласақ, әйелдер киносы үшін күрес енді ғана басталғандай. Соңғы жылдары кино әлемінде әйел режиссерлар мен сценаристер, тіпті әйел операторлардың саны артып келе жатыр. Бұл нәтижесінде әйел бейнесі әлдеқайда көптеп трансформацияға ұшырады, өзгеріске ұшырады. Қаншалықты жаңағы социолог болсақ та, қаншалықты мықты өнер адамы болсақ та, әйелдің жанын, әйелдің түсінуі әлдеқайда мүмкін нәрсе. Мысалы, Джейн Кемпионның 94 жылғы «Пианино» деп аталатын фильмінде психологиялық және бір тұлға ретінде, бір болмыс ретінде көрсетуі кино әлемінде өте үлкен бір жаңалық болды. Нәтижесінде бұл «Пианино» фильмінен кейін көптеген фильмдердегі әйел образдары өзгеріске ұшырады. Жалпы маған бір әйелдің айтқан сөзі өзіме әлі бір ұран сияқты ұстап жүрем. Ол егерде сені есіктен кіргізбесе, онда терезеден түс дейді. Әйел адам болғандықтан әрине саған біріншіден бір қандай да бір сенбеушілікпен қарайды. Сені бір нәзік жанды көреді. Көптеген есіктер жабылған, бірақ мен жабық болса да сол терезеден түскен кездерім болған. Киноның негізгі мақсаты адамды зерттеу болса, ол ер адамның ғана емес, әйел затының да жан дүниесіне үңілуге тиісті. Сонда ғана әйелдің экрандағы бейнесі көтеріліп, еңсесі де, еркіндігі де артады. Ал еркін адамдар көбейген қоғам шын мәнінде көркейген қоғам. Келесі киноскопта кездескенше.